Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңыздар. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қандай? Сабаққа дайынсыз ба? Ал Әбу-Насыр әл-Фараби ұлы ғалым айтқандай, қараңыздар, тарихты білмей өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын дейді. Демек, өткен тақырыпты білмейміз, осы білімде жетістікке жетуіміз екі талай. Сондықтан біз өткен сабаққа шолу жасайық, яғни біз бірлесіп табысқа жетеміз. Бүгінгі сабаққа ұлдар жақсы дайындалып келді ме, қыздар жақсы дайындалып келді ме? Бүгін соны анықтаймыз, яғни ұлдар мен қыздар болып. Бірінші сайысып көңіл күйімізді көтеріп аламыз. Ары қарай сабағымызды бастаймыз. Алдыларыңызда бақылау қағазы берген. Мына жерде формативті бақылау көшірмелерін беремін. Сол арқылы бүгінгі сабақтағы түймедақ күннің әдемі түймедақ күнін құрастырып шығуымыз керек. Бірінші қараңыздар, екі тақтада тұрған қыздардың командасы болсын, екінші тақтада тұрған екінші ұлдардың командасы болсын. Ал бірінші қыздар бастайды. Алдыларыңызда тұрғандай кішігірім бір тәжірибе көрсетемін. Бұның нәтижесі нені білуіміз керек болып тұр. Қараңыздар, бүгінгі сабағымызды білу үшін мына бір тәжірибені жасап көрейік. Сіздер интернеттерде қарап шығарсыздар. Жұмыртқа не істеді? Ішіне. Әдетте қараңыздар, сыймай тұрған жұмыртқамыз, ішінде от жанғаннан кейін ішіне қарай кіріп кетті. Бұл қандай құбылыс деп ойлайсыздар? Бұл дұрыс айтасыздар. Белгілі бір қысыммен ішіне қарай кіргізді жұмыртқаны. Дұрыс қараңыздар, қысым итеріп кіріп бара жатыр екен. Мына жерде жұмыртқаны жылар. Демек, бұны ауаның белгілі бір күшпен итеріп түсіп жатқанын көріп отырсыздар. Демек, бүгінгі тақырыбымыз не болды? Қысымға байланысты болып тұр. Алар бізді қоршаған ауа қабаты не деп аталады? Дұрыс. Атмосфера бірнеше қабаттан құралатын болса, бүгін соның қысымымен танысамыз. Дәптерге бүгінгі тақырыпты жазамыз. Атмосфералық қысым және қысымды өлшеу. Тақырыпты жазып аламыз. Ары қарай мына кіру себебі түсінетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі оқу мақсаты атмосфералық қысымның табиғатын түсіну, оның өлшеу әдістерін түсіну болады. Ал сабағымыздағы негізгі мақсатымыз атмосфералық қысымның табиғатын біз түсіне білуіміз керек. Оның атмосфералық қысымды өлшеудің қарапайым жолдарымен тарасамыз. Ал бүгінгі сабақ бойы мынандай критерийлер бойынша өзімізді бағалаймыз. Яғни бірінші табиғатын түсінеміз. Екінші, атмосфералық қысымды өлшеудің әдістерін сипаттай алуымыз керек. Атмосфералық қысымды өлшейміз. Алдыларыңызда бағалау критерийі бар. Сабақ бойы осымен өздеріңізді бағалайсыздар. Атмосфера бірнеше қабаттан тұрады екен. Осы қысым ауыз күші әрекетінен қысым жоғарғы қабаттан төменгі қабаттарға беріледі. Атмосфераның өзі газдан құралады, сіздер айтыңыздар. Демек, газдар мен сұйықтықтар паскаль заңы бойынша қысымды барлық бағытқа бірдей түсіреді. Сол себепті жер бетіне және жердегі денелерге атмосфералық қысым әрекет етеді. Бізге де атмосфералық қысым әрекет етеді. Атмосфералық қысымның мәні өте жоғары екен. Егер біздің ауамызда қысым болмаса, сыртқы және ішкі қысым теңелмейтін болса, атмосфералық қысым бізді мына қағазда
Ал енді ары кеттік. Осы атмосфералық жасалған екі шарты шарды бір-біріне түйістіріп, ішіндегі ауаның сорғының көмегімен сорғылмақ. Атмосфералық қысымның әсерінен екі жарты шар бір-біріне берік жабысқан. Содан кейін бірнеше атпен екі жақтап тапқанда жарты шарларды бір-бірінен ажырату мүмкін болмаған. Тарихшының өз тәжірибесін бірнеше күн бойы жасай отырып, түтікшедегі сынақтың деңгейі үнемі өзгеріп отыратынын байқайды. Сондай-ақ түтікшедегі сынақ деңгейінің өзгерісі ауа райының өзгерісімен байланысты болған. Сонымен қатар сынақтың деңгейі өйткені қараңыздар, демек бізді қоршаған атмосфералық қысым биіктікке байланысты өзгереді дейді. Олар биіктеген сайын ауа қабаты не істейді? Сирей ме жоқ, ауа тығыздық жоғарырақ бола ма? Азая бастайды. Географияда оқисыздар ғой. Ауа қабаты сирей бастайды, ол жерде атмосфералық қысымда өзгеріске ұшырайды. Бұл жер тәжірибе жүзінде анықтаған екен. Сынақ бағанасы екен. Бұл 133 паспортқа тегелген. Шамашасыңыз, демек біз бүгін атмосфералық қысымды өлшемдерді көрдік. Сіз боламыздар. Атмосфералық қысымды барометр деген қолғымен өлшейміз. Барометр сынақты және құрғақ деген түрлері бар онда. Оны келесі уақытта ары қарай жалғастырамыз. Сізге өлшейтін боламыз. Жазбалық бар, ақпараттар? Бәрі де дәптерде бар. Жазбаңыздар. Жүрмеңіз, ала қояйық. Дұрыс, жақсы. Демек, осы формаларды пайдалана отырып, бүгінгі сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы атмосфералық қысым туралы онымен таныстықтар, атмосфералық қысым не екен? Атмосфералық қысым неге әсер етеді екен? Ауа райына және қалай өзгереді екен? Биіктікке байланысты өзгереді екен дұрыс айтасыз. Атмосфералық қысымның өлшем бірлігі не екен? Және атмосфералық қысымның мәні аз ғана екен, өте жоғары екен. Өте жоғары. Ағына атпен тарта алмай жатып көрдіңдер ма? Енді қарапайым мына ойыншық заттар, ешқандай ішінде натрий жабыстыратын зат жоқ, дұрыс па? Мынаны итерген кезде ішінде ауаны ағыстырып шығарамыз, міне. Ауаны ағыстырып шығардық, ішінде ауа жоқ болады, дұрыс па? Ауаны сыртқа ағыстырып шығардық. Демек, ішкі қысым мен сыртқы қысым бірдей болған жоқ, Демек, қайтадан тартсақ не істеледі? Қалай? Міне, қандай күшпен тартып жатырмыз? Демек, бұны жабыстырып отырған күш қандай күш екен? Атмосфералық қысым екен. Қалыпты атмосфералық қысымның мәні бір көбейтілген оның 5 дәрежесі паскаль деп жазылады. Қысым, атмосфералық қысымның мәні бір көбейтілген оның бұл тұрақты шама. Қараңыздаршы, 5 дәреже деген өте жоғары. Жалпы тақырып бойынша сұрақ жоқ па? Ал онда біз жүктік тапсырма бойынша енді біздің практикалық бөлімдер алдыларымызда жүктік тапсырмаға аламыз. Мына иналометрмен кішкене заттардың астында жүктік тапсырмалар ашып қараймыздар. Тапсырмада уақыт жазылған, осымен тәжірибе жасаймыз. Бірінші тапсырмада тәжірибеде не деп тұр екен? Уақыт кетіп жатыр, ол тапсырмамыз. Hani екі жаққа жасаймыз. Апай бізде жасадық. Апай міне. Не байқадыңыздар? Енді жүктік тапсырмаға белгілейміз. Не сұраған жүктік тапсырмаға белгілеп отырамыз? Қане? Бірінші тапсырма бәрі толыққа болдық па? Уақыт бізбе, Байқа, атмосфералық қысымның бар екенін дәлелдей алдық қой, Ыдысқа не істеді? Суды ағызып ішіне қарай кірді, Ол ыдысқа берсін. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма қарапайым қуаныс өлшеуге түсетін атмосфералық қысымды өлшейміз. Қастарымызда динамотр бар. Мына жерде қалай жұмыс жасау керек? Бәрі жазылып тұр, жұмыстың ережесі, есептеу бәрі. Қане орындаймыз. Сіздерге бірінші тапсырмасы сәтті орындауға оқушыларға не берейік? Динамотрді дұрыс ұстаймыз. Динамотрді темірмен ұстаймыз.
Bitkенше сізде екінші жұмысын тапсырманы орындауға білуіміз керек, е? Бәрімізде бір пластик ілгіш. Демек оған түсетін күш бірдей. Екі бұт шамамен екі. Жақсы. Міне осылай шыққанымызда дұрыс болады еді. Бәріміз осылай шықты ғой, е? Шаралаған оқушылар. Кішкене ғана аяқтай алмай қалған оқушылар аяқтаймыз. Енді бұл сыныптағы жеке жұмыс жасайық. Кімнің мықты екенін анықтайық. Берген уақыт ішінде дәптерге дұрыс жауап дәптерімізге белгілеп отырамыз, е? Кім жылдам әдісі арқылы бүгінгі дұрыс жауабын белгілеп отырамыз. Саралау тапсырмалары. Cevabını bildiğinde okup daha dürüst cevabını belirtirsiniz. Al ki istersen göreyim. Şu an bir var. Büyük tavuklu, mekende ömür süreйтін халық осылай тағамды қайната алар екен. Классик. Себебі не деп ойлайсыздар? Дұрыс жауап белгілейміз. Уақыт болды. Жеттік қой, ал енді неше сағат болды? 6 сағат көшумен тексеріп дейді. Дәптерді ауыстырамыз, шынайы бағалаймыз, достық болмайды, достық шынайы болу керек, өтірік қолпаштауға болмайды. Жауабын тексереміз, кім жеңімпаз екенін анықтау. Жауап сақтада, дәптерді ауыстырдық қой, шынайы белгілейміз, өтірікпен аламыздар, тексереміз. Неше бала екен қасына қоямыз? 6 дұрыс. Қанша сөйген айтасыз? Төртте бос емес, мен төртте болады. Мына бағалау барасындағы жағында өздеріңіз бағалап отырыңыздар. Қанша дұрыс болды? Сізде төртте дұрыс болды, өздеріңізге екі түрден. Сізде қанша дұрыс? Қанша дұрыс? қолымыздағы бағалау қарап көріңіздерші, кім қанша математика, кім қандай күндері қалай әдемі көрді ма, кімнің күні әдемі тұрып былай көрсетіңіздерші арт жаққа бір-біріңізге. Мысалы ертең күнде осыншалық күн жинаған екен, алдыға мына жерге қоясыз, мына жерге. Өзінің жинаған барлығы мына арт жақта бағаланады, е? Қане, көрсетіңіздерші, қандай әдемі күндер шықты екен, көрейін. Арт жаққа. Ең кімде шықты екен, қанша жапырақ жинады? 6 жапырақ жиналған дұрыс міне. Алды. Міне сізде 6 жапырақта тұрыңыздаршы. 6, 8, 9 бар болып отыр. 6 даже 6 жапырақ. Қане? 9. Міне, қол жинаған оқушы. Міне. Қол шапалақ берейікші, жақсы. Мына жақта бағалау.